6 жасқа толған балаларға арналған фильм. Қазақстан еліміз, ұлан байтақ жеріміз, оқып біліп тарихын танысайық келіңіз. Бәрі де біздің қолда, білім нәрін аламыз. Бабалар салған жолда жалғастырар баламыз. Біз өсиет аламыз бабалардың сөзінен, тура жолды сұраймыз көне тарих көзінен. Жей қойыңдар, балықтарым. Алло, достым, не істеп жатырсың? Үйдем, балықтарыма тамақ беріп жатырмын. Ой, қойшы со балықтарыңды. Тез сыртқа шық, мен аулада отырмын. Саған айтар жаңалықтарым бар. Қазір шығамын. Кеше ата-анаммен Түркістанға барып қайттық. Түркістан жаңарып, құлпырып кетіпті. Қызық болды. Сәлем, Түркістан! Сәлем, жаңа қала! Міне, мына кесеге су құйылып тұр. Шәйнек ауада ілулі тұр. Ал Яссауи кесенесінде болдыңдар ма? Иә, керемет үлкен кесене екен. Ал сен оның ішінде тұрған тайқазанды көрсең ғой. Үлкен, ішіне 3 тонна су сияды екен. Үш тонна су? Оның ішіне дельфин асырауға болатын шығар онда, е? Ой, Әли, сенің ойыңнан әлі балықтарың шықпай жүр ау. Ол қазанда балық асырамайды. Ал балықтардан сорпа жасауы әбден мүмкін. Расында да, ол қазанда қандай тамақ дайындалған екен? Оны білмедім. Маған да қызық. Жүр онда тайқазан туралы балбалтастан сұрайық. Иә, кеттік. Қазір сұраймыз. Ал балалар, бүгін сендерді қандай сұрақ қызықтырады? Бізге Түркістандағы тайқазан туралы айтып берсеңіз. Иә, ол тайқазанда қандай тамақ пісірілген, қанша адамға жеткен, соны білгіміз келеді. Жарайды. Ол жөнінде кеңінен әңгімелеп берейін. Ал сендер мұқият тыңдаңдар. Бұл 1390 жылдары болған оқиға. Жарты әлемді жаулаған Әмір Темір Әулие Ахмет Яссауидің құрметіне кесене тұрғыза бастайды. Сол кесененің ішіне
үлкен қазан орнатуды ұйғарады. Қазанды құю үшін сонау алыстағы Иран елінен атақты Әбділ Әзиз деген шеберді алдырады. Шебер Түркістанға келген соң қазан құятын орынды 25 шақырым жердегі Қарнақ ауылында белгілейді. Сол жерден металл қорытатын үлкен пеш салдырады. Әзиз шебер қазан құю кезінде өзгелер білмейтін құпияларды пайдаланады. Оны тіпті әзірге дейін ешкім білмейді десек болады. Мысалы, бір қазанды құюға ол 7 түрлі металл мен көптеген қоспаларды пайдаланған екен. Бұл қазанға бір тайдың еті сыйып кететін болған. Сондықтан қазанның көлеміне қарап, халық оны тай қазан деп атаған. Ал енді қазанның айналасына өсиет сөздер жазылған лаухалар қойған. Ал лауха дегеніміз сол кездегі тулардың сабының басына тағылатын бұйым. Ғажап. Мынау тайқазанның көне суреті ғой. Иә, сіз айтқан лаухаларды мен көрдім. Басына жылқының құйрық жалы байланған екен. Ол лаухаларды қайта жасатып, тарихи жәдігерлерді қалпына келтірген ұрпақтарға мың алғыс. Рухани жаңғыру деген міне осы балалар. Рахмет сізге, ата. Бүгін біз өте қызықты деректер алдық.